Енді Айгүл енді күшті болса шынымен бәрі жаңа жақсы болып кетсе керемет емес па? Тақырға отырғызып кетпесе болды енді. Айсыңдар. В общем, бізге, как обычно, көшу. Бәрі Айгүл өте әдемі болып тұр. Просто мұрында ғана бір но болып тұр. Бір но болып тұр кән. Көрсетеміз, Буратино болып тұрғаныңызды кән. Жарайды, алып тұр екен. Как обычно, көшу. Бірақ Айгүл екеуміз кішкене екі жерде тұрайын деп жатырық. Потому что бізді қырылып қалып жатырық. Поэтому Айгүл отельде тұрайын деп жатыр. Біз үйде тұрайын деп жатырық. Бірақ көрші болып тұрамыз енді. Просто 24-те 7 болған кішкене қиын болып жатыр екеумізге. Қырылып қалып жатырық, иә? Мұрынды айтып тұр. Өшімде сондай. Енді көреміз не болады. Бірақ қыдырғанда бірге жүреміз. Просто ұйықтайтын кезде, сол кездерде бөлек тұрайық деп шештік. Пожалуйста. В общем, достар, Айгүл багимен жүр. Жалғыз жүрмей көріп қой все-таки. Біз Дархан екеуміз отырық судың жағасында, міне осындай дейді. Енді екеумізде бөлек тұр берем қалған адам болғандықтан кейін арасында осылай демалып тұру керек па деп қалдым енді. Сол, бүгін бір күн демалыс, ертең қайтадан бірге түда-сүда жүретін боламыз. В общем, осындай обстановка тұр. Өшең көрінбей қалды. Осындай күнге келген адамдар көп екен енді. Балиде бір басқаша бір кафе тауып алдым. Аты да бір кішкене басқаша екен. Аты Джалапеньо деген, қалай сендерге? Джалапеньо. Өйченмеш. Көрейік ал. Бірақ қалай адам аз ел? Name cafe. Name cafe. Name. Джалапеньо. Пожалуйста. Nice. Nice деп қоясың ше. Джалапеньо деген оған да дұрыстайы. Дұрыс. Мәз бұл жерге ше. Жалынды сәлем. Үйіміз үй болып келе жатқанына көңілді қуантады. Бүгін залдың стяжкасын уже бітірдік. Енді қазір коридорды күтіп жатырмыз. Аз ғана жер қалды. Қазір қандай жұмыс жасалып жатқанын көріңіздер. Шет-шетіне өткенде сіздерге айтқан нәрселерді пеноплексті кесіп қойып жатырмыз, чтобы стяжка жарылып кетпес үшін қысымнан. Онау міне уже бізде коридордың ау жақтан бастап, ваннадан бастап құйып келе жатырмыз. Осы жерге келдік. Бүгін мына зал құйылды міне. Көрсете кетейін сіздерге, көрмаңыздар міне. Залдың стяжкасы бітті, құдай қаласа. Үш жаққа әкеп қойдық. Қазір мынаны аяқтаймыз мына жаққа дейін. Міне осы сторона ғана қалды. Кіреберіс ғана қалды ғой. Кухнямыз кеше біткен болатын. Ар жақты кеше құйғанбыз. Сонымен енді бүгін мына жақты құйып жатырмыз. Бұйырса, осымен стяжкамыз бітті болайын деп тұр. Чистовая стяжка ғой бұл. Сонымен чистовая стяжкамыз бітті бұйырса. Аз ғана жер қалды. Жер ғана қалды. Сіздерге көрсетейін, чтобы көрініп түсінікті болу үшін. Осылай міне кухняны аяқтан көрсетейін да сіздерге, иә міне. Көріп ойны. Шаңмен көрінбейді екен ғой, бұлай көрініп тұрған шығар сіздерге міне. Ертеңнен бастап уже бітті крыша бұзады ғой. Ешқандай маяксыз лазермен екен. Иә, ешқандай маяксыз. Міне ана лазермен балқыш лазер қойып жатыр, міне лазер. Көріп тұрсыздар ғой. Осы лазермен как положено, ешқандай маяк қоймай. Как положено, міне. Жақыннан түсіріп алайын былай. Оны көріңіздер. Лазермен түсіп шығады осылай. Чтобы қисық болып қалмау үшін ертең біз анау паркет қоямыз ба, линолеум қоямыз ба белгісіз болып жатыр. Или жаңағы ламинат қоямыз ба, соның бәрін шешу үшін балқыш қазір соның бәрін дүзеп, как положено қойып жатыр. Өйткені стяжканың дүзу болғаны жақсы. Ертең ламинат қойсақ та, линолеум қойсақ та, не қойсақ та спокойно дүзіп жатады да. Сол үшін ешқандай маяк қоймай, артық шығын жасамай, әдемілеп осылай өзі лазермен қойып, түзеп өлмемен шығарып жатыр. Сол қазір енді толық біткен кезде бір түсіріп көрсетемін сіздерге. Пока осындай жұмыстар жасалды. Мына жақта жігіттер жүр. О, сұлтанның достары. Бұл сұлтанның үйі. Сосын сұлтанға айттым, сұлтан достарың келіп көмектесін дедім. Мен Нұржан деген жігіт қайда? Нұржан деген жігіт бар. Бұл Геракл. Шаршадың ба не? Мына жақта Жахон деген жігіт бар, Жахон. Бүгін Жахон інімнің туған күні. Інім туған күнің құтты болсын. Иә. Мен оқырмандарым, жақсылықты құттықтап қойыңыздар туған күнімен. Нешеге толып басын жақсылық? 27-ге толып. Кеше ғана бұл кішкентай інім еді өзімнің. Бүгін 27 жасқа толып, кәдімгідей үлкен ер азамат болып жатыр.
туған күнің құтты болсын. Рахмет, рахмет. Мен енді сыйлық құдай қаласа мен білесің ғой, уәде бердім жігітше. Ер азаматқа нағыз керек бір сыйлық бар, соны беремін бұйыртса. Менен осы жігіттерімне. Міне жапондар еңбек етіп қызмет жасап жатыр. Міне сыртта аның бәрін айналдырып қойып тұрып істеп жатырмыз жұмысты. Светті жағып қойдық кеш болса да. Күн түнге қарамай жұмыс істеп жатырмыз. Ошымен жұмыс қызу болып жатыр. Күн суық болса да күннің суығына қарамастан кәдімгідей қалың киініп алып жұмыс істеп жатырмыз ошын. Бізге күннің суығы кедергі емес. Енді ертең күн суық болса да жігіттер крышаны бұзады. Оны тоже балқаш өз видеоға түсіп маған жібереді. Мен сіздерге саламын, сторисқа берсе өзім бұл жақта болмасам да, өйткені ертең мен шырайлы Шымқаладамын, Алла қаласа. Шымкенттемін. Ал міне стяжкамыз полный бітті ағайын. Чистовый стяжканың бұрқат заты құдай қаласа. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай кухня, зал, екі спальный, коридор, душевой полный бітті міне, Алла қаласа. Енді есікті жабамыз, ішіне кірмейміз енді, е? Дұрыс па, Жақон? Кіресің бе елі? Жабамыз. Жабамыз болды, қайтамыз болды. Бітті сонымен жұмыстар, Алла қаласа. Енді сендер инструменттерін абалдыңдар ма айтпақшы етіне, қайтып көрсіңдер ішіне? Тақырғыз қойдыңдар ма? Болды. Инструменттер мына жақта қалып жатыр екен. Все, ертең крышаға кірсеміз бұйыртса. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Шырайлы Шымқалаға аман есен жеттік. Қасында Пернехан деген жігіт бар. Машинасы келді бүгін. Шымкенттеміз ағайын, бүгін Шымкентте қойдамыз, Алла қаласа. Аман есен жеттік Шымкентке, ең бастысы Аллаға шүкір. Аман есен жетіп. Через 500 метров.